ертеңнен бастап жаңадан жұмысқа кірейін деп отырмын. Неге, папа? Осылай рахаттанып, бақытты болып жүре берсек, сериалыңызды көріп, қыдырып, демалып. Осылай рахаттанып дейсің бе? Сен кеткен кезде балалар кішкентай еді ғой. Қазір үлкейді, өздерінің жанұялары бар. Енді сен қасыңа келе берсем болатын сияқты. Жоқ, әлі өмір сүруге желание бар. Бірақ кіммен? Сапжан? Мен Жаниямын ғой. Жания... Сәкен қалай? Сәкен? Күйеуіңді айтам. Сәкен 15 жыл бұрын қайтыс болып кеткен. Қой, қандай күшті. Ой, өкінішті. Мектептегі құрым кездестіріп қойғам. Әңгімелеспегір көп болып еді, тілім айылып қалды. Сөзіміз жарасымды, мінезі биязы, сосын сезім деген алдамайды ғой. Сол үшін сол әйелге үйленіп алсаңызшы. Өй! Үйленіп алған сен есің өшпен, не айтып тұрсың сен? О кісінің де сіз сияқты ішіп сығып жүрген шығар. Момент қой, алып қалайық та орамал тағып. Қыздарым бар ғой мәселе, олар не дейді? Не болды, пап? Үйленетін жас бала сияқты қысылып отырсыз мұнда. 50-ге келіп күйеуге тие ма? 50-ге келгенде ол не махаббат соншама? О, пап, қалайсыз? Қызым, мен үйленем. А?